Сәлем достар, бүгін біз сіздермен SF жіберуді үйренетін боламыз. Ол үшін алдымен электронный счет фактура дегенге кіріп аламыз. Кіргеннен кейін алдымен создание счет фактуры деген бар. Соны басамыз. Мынаны X-теп жауып тастаймын. Одан кейін осындай бізде бірнеше раздел ашылады. Біз өзіміздің жіберген товарымыздың қай товардың договорына счет жіберуіміз керек, соны анықтап аламыз. Ол үшін алдымен мына жақта өзіңіздің Госзакуп порталында рабочий кабинет бар. Договоры деген жер бар. Договорыда мои договоры деген тұрады. Мои договорыда менде 4 заказға счет фактура жіберу керек. Мен бастапқы үшеуіне жібердім. Енді ең соңғы мына договордың номерін басамыз. Осы договорға мен счет фактура жіберуім керек. Заказды ол алды. Одан кейін договор согласования деген бар. Соны басамын. Осы жердегі бізде данныйлардың барлығы керек болады. Сол үшін астына түсемізде, мына жерде мына заказчик пен поставщиктің данныйлары бар. Осы заказчик пен поставщиктің данныйлары бізге қазір керек болады. Енді қайтадан SF-ке барамыз, электронный счет фактураға. Общий раздел бізде SF бойынша қанша нешінші счет фактураны жіберіп жатсыз, соның номерін жазасыз. Бұл электронный счет фактура бойынша портал бойынша мен 4-сін жіберіп жатырмын. Например, одан кейін мына дата осы күнмен қалады, бүгін жіберіп жатырмын. Одан кейін екінші раздел реквизиты поставщика деген жер бар. Осы жерде сіздің данныйларыңыз тұрады. Данныйларыңыздың ең астына барасыз да, бірінші КБ емес, бірінші X дегеннің үстін басасыз. Осы жерде сіздің счетыңыздың номері тұрады. Осы менің өзімнің счетым номерін таңдаймын. Таңдағаннан кейін Каспий банк деп өзі автоматически толтырылады. Одан кейін КБ деген жерге біз 19 таңдаймыз, егер Каспий банк болса, например. Одан кейін осы толтырылып болғаннан кейін реквизиты получателя деген жерге келеміз. Реквизиты получателя, ол жерге Госзакупқа қайтадан барамыз. Заказчик деп тұр мына жерде. Заказчиктің ині болады. Ин, бин екеуі бір. Міне, бин аламыз. Одан кейін копировать етіп, осыны жаңағы жерге, ин деген жерге қоямыз. Қойған кезде астында осындай шығады. Таңдаймын осыны. Автоматически данныйлардың барлығы толды. Одан кейін мына жерде қандай организация бізге заказ беріп тұр? Государственное учреждение. Көрдіңіздер, оя? Государственное учреждение болса, например, государственное учреждение таңдайсыздар, ТО болса, нотариус деген сияқты басқа нәрсе болса, ТО болса таңдамайсыздар, ештеңені таңдамайсыздар, өтіп кете бересіздер. Гос болса, Гостың жаңа птичка ұрасыздар. Одан кейін реквизиты государственного учреждения дегенге басасыздар. Государственное учреждениенің данныйлары керек болады. X деген жер бар. Мына договорды ашсаңыздар, қайтадан мына X деген номер бар. Соны қайтадан барып жазамыз. Осы жерге. И вот мне. Назначение платежа. Не товар жіберіп жатсыз? Договордың ас жағына барсаңыз, назначениесі бар. Мен, мысалы, наименование, вот, папка жіберіп жатырмын. Сондықтан осыны копировать етіп алып, мына жерге папка деп жазамын. Одан кейін раздел D-ға өтеміз, үстінен басамыз. И грузоотправитель, грузополучатель. Отправитель мен өзім болғандықтан, мен өзімнің номерімді жазамын. Сол кезде ИП деп шыққан таңдайсыздар. И автоматически толтырылады. Бин бізде договордағы заказ берген адамның бин аламызда, копировать етіп қоямыз. Так, вот, не. Копировать еттік, автоматически толтырылды, көрдіңіздер. Одан кейін договор деген жер бар. Бұл жерде номер договора деген. Общий разделде бұл SF-та қай дата, қай номер осы портал бойынша нешінші SF толтырып жатыр, соны жазасыз. Ал договор бойынша мына жерде сіздің толтырып жатқан договорыңыз бар. Сол договордың жоғарысына барасыз да, мына жерде 85 деген номер бар. Әр договорда әр түрлі санда, например, датасы 03-10-2020 03-ке келіп тұр. Вот. Мына жерге номер договораны қоямыз. Одан кейін
03-ті таңдаймыз. Так. Октябрь 03-не сәйкес келмей тұр. Договор без договора. Не так. Енді датаны таңдаймыз. Бізде 3-ші датаға қойылды. Вот не қойылды. 3-10-2020. Мына договормен сәйкес келді. 3-10-2020. Одан соң астына түсеміз. Бізде болды. Осы толтырылатын жері осы жерлер. Одан кейін раздел F-ке келеміз. Раздел F-те сіз накладной жазып жібересіз ғой, сол кезде нешінші накладной болды бұл, мысалы, например. Соны толтырамыз. Мен бұл накладнойдың номері 3 болған. 3-ті жазамын. Накладнойдың номерін жазасыздар бұл жерге. Одан кейін қайда табып кетті накладнойда, соны жазасыздар. Менде 28 октябрьде толтырылған. Одан соң мына жерде раздел G-ді бассаңыздар, астына қарай автоматически түседі. Егер сіздерде товар болса, онда астына түсесіздерде 5-ті таңдайсыздар. Егер товарный болса, наименованияға бұл жерде жаңағы біз папка жібердік қой, соның атын аламыз. Немесе средство моющий болуы мүмкін, немесе освежитель болуы мүмкін, сол сияқты. Осы жерде наименованиясын аласыздар, жазасыздар. Одан кейін единица измерения дегенге метрмен ба, штукпен ба, соны жазасыздар. Менде штукамен. Сондықтан штука деп жазамын. Штука. Одан кейін неше штук жіберіп жатырмын. Мына штука көрдіңіздер ма? Единица измерения. Количество объема 200 штук жібергенбіз. Цена каждыйна 280 теңге. 200 штук. И 280 теңгеден түскен. Сонда 56 мың ровно шығып тұр суммасы. Міне. 56 мың ровно шығып тұр. Дұрыс шықты. Менде осы дұрыс шыққаннан кейін төменгі жақта отправить деген бар. Отправитті басамыз. И эрсамен қол қоямыз. Эрсамен қол қоямыз екінші рет. Бізде счет фактура кетті. Осылай счет фактура жібересіздер. Назарларыңызға рахмет. Бізбен бірге болыңыздар. Бұйыртса басқа да пайдалы ақпараттарды сіздермен бірге бөлісетін боламыз.